Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және жұмсақ болып шығатын картоп пен булочканың рецептісімен бөлісемін. Жылы айран, су, сұйық май, қант, тұз, ақуыз және ашытқыны жақсылап араластырып аламыз. Оның барлығын бірдей салмай, жәймендеп қосамыз да араластыра бастаймыз. Араластыру қиындай түскен кезде қамырымызды үстелдің үстіне қойып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеу өте маңызды, сол кезде өте жақсы көтеріледі. Ыдысымызға салып, ас пленкасымен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Картобымызды қайнатып аламыз да пюре қылып еземіз. Табаға сұйық май қойып, майда турылған пиязды салып, бірнеше минут қуырамыз. Томат пастасын салып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Тұз, қара бұрыш салып, араластырамыз. Дайын болған пюремізді салып, жақсылап араластырып, қуырамыз кішкене. Салмамыз осымен дайын болды, суытамыз. Қамырым 1,5 сағатта осылай көтерілді. Қатты иін баспай 3 бөлікке бөліп домалатамыз. Әр домалақты қатты баспай 4 бұрышты қылып жаямыз. Тең 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігін видеода көрсетілгендей қылып, ұштарын кішкене майда қылып кесіп аламыз. Салмасын салатын жер кішкентай болып қалса, оқтаумен жайып жіберуге болады. Картопты салмасын салып, видеода көрсетілгендей қылып ораймыз. Кесілген жеріне дейін апарамыз да булочканы дөңгелетіп ораймыз. Осы ингредиенттерден менде 9 булочка шықты. Егер отбасыңыз үлкен болса, ингредиенттерді 2-3 есе қылып көбейтіп жасауға болады. Булочкаларды пергамент қағазының үстіне орналастырып, үстін жауып, тағы да 20-25 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Сарыуызға 1 шай қасық сұйық май қосып, араластырып, булочкалардың үстін жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Булочкалар осындай әдемі, өте жұмсақ және дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын, келесі видеоларда жүздескенше.